Сәлем баршаға, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, нәзік болып шығатын, құрамына жұмыртқа, сүт қажет етпейтін шоколадты пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен таза ыдысымызға құрғақ қоспаларымызды салып алатын боламыз. Қантымызды, үстінен ұнымызды саламыз. Міндетті түрде електен өткіземіз. Үстінен какаоны саламыз. Оны да міндетті түрде електің көмегімен електеп өткізіп алатын боламыз. Үстінен 1 шай қасық разрыхлитель саламыз. Осы қоспаларымыздың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұл пирогты жасау өте оңай, қарапайым заттармен әп-әдемі болып шығатын болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Бөлек ыдысымызға қайнап тұрған су құйып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Жасалуы өте қарапайым, оңай. Енді үстінен құрғақ қоспамызды 3-4 қасықтан салып араластырып отыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай, қарапайым ғана заттармен жасалады. Таразды, миксерді қажет етпейді. Осымен соңғы бөлігін салып алдық. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Осы кезде пешімізді алдын ала 160 градуста қыздырып аламыз. Массамызды толықтай араластырып болдық. Бізде осындай сұйықтық пайда болады. Енді формамыздың астына пергамент төсеп, жан-жағын майлап, қоспамызды ішіне құятын боламыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста пісіріп аламыз. Менің пирогым пісіп шықты, 35 минутта пісті. Әркімнің пешінің ыңғайына қарай піскенін ағаш таяқшаның көмегімен біле алатын боласыздар. 1 сағат көлемінде суытып алып, осылай жан-жағын босатып, формамыздан шығарып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Сіздер өз қалауыңызша жаңғақ немесе шоколад ерітіп, сгущенное молоко жақсаңыз да болады. Әркім өз қалау бойынша. Осымен біздің шоколадты пирогымыз дайын. Видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысым шексіз.
алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттер күтіңіздер. Ас болсын!